Қыз-келіншектерге арналған психологиялық тесттің жауабы: неге ер кісі сізге дөрекі сөйледі? Ол сізге байланысты. Өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керек, өйткені сізде дұрыс емес установкалар, ішкі состояниеңіз және сыртқы состояниеңіз дұрыс емес. Мысалы, жертва состояниясындағы әйелдер, өзіне сенімсіз әйелдер, діңгегі жоқ, ішкі стержен жоқ адамдарды всегда ер адамдар сезеді. Мысалға, подсознательно, мысалы, балдар сезеді ғой, жаман адам, жақсы адам, олар қалай сезеді? Бәрін подсознательно. Сол сияқты ер адамдарда да ондай состояниядағы әйелдерді бірден сезеді. Сіздің, мысалы, ішкі деңгейіңіз, стерженіңіз төмен болса, өзіңіздің самооценкаңыз төмен болатын болса, өзіңізді төмен бағалайтын болсаңыз, өзіңізге сенімсіз болсаңыз, жертва состояниясында болсаңыз, олар еркектер оны подсознательно сезеді, солай сізге дөрекі сөйледі. Сондықтан өзіңізбен жұмыс жасаңыз, самооценкаңызды көтеріңіз, жертва состояниясынан шығыңыз. Сол кезде олар сізді сыйлайтын болады, сізбен жақсы сөйлесетін болады, сізге дауыс көтермейді. Өзіңізге әрдайым анализ жасап көріңіз, менде не дұрыс емес, маған неге олай дөрекі сөйледі деп. Бар мәселе өзіңізде. Жұмыс жасаңыз.